Кімде-кім таң намазынан кейін 33 рет Субханаллах, 33 рет Әлхамдулиллах, 33 рет Аллаху Акбар десе, және 100-сінде міндетті түрде Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду, ва хуа аля кулли шайин қадир деп айтса, оның күнәлары міндетті түрде кешіріледі. Тіпті күнәларының өзі теңіздің көбігіндей болса да кешіріледі. Есімізде сақтап, қайталап, жаттап алу үшін менімен бірге бір қайталап өтіңіздер. Қане енді кеттік. Субханаллах, 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 Әлхамдулиллах, 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 Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Міне бір қайталап өттік. Алда сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.